Сәлем группа. Бүгін бір эксперимент өткізіп жатырмыз. Міне мұндай индикатор сатып алдым. Жұмыстан алғызып мұндай. Бұл статистика напряжение тексереді. Адам денесіндегі тоқты тексереді. Штукатурканың астында тоқты тексеріп бәрін түгел көрсетіп береді. Сондай умный индикатор. Енді қараңыздар. Мына телефон деген зарядкаға қойып пайдалануға болмайды. Өйткені телефонды зарядка тұрған телефон ол 10 есе көбейе статистика напряжениесі адамның бойына тоқ кетеді. Оны қазір көресіздер міне. Міне мысалы қазір зарядка тығып тұр. Енді қараңыз міне. Адам зарядкамен пайдаланып отырғанда көрсеңіз міне. Міне. Адам көресіз? Жанынан міне түгел басын миын қараңыз міне қалай көрсетті міне. Тоқ. Енді зарядканы суырып тастадым міне. Енді қараңыз міне қойды. Енді уже тоқ кетті. Енді көзі зарядка тықпен ұстап тұрған отчетка индикаторды. Мен зарядканы қалай тықты? Міне. Көріңіздер. Адам басында қанша тоқ болатыны. Енді көзі алып суырып тастасын. Міне қойды. Көріңіздер қалай. Так что телефонды зарядкаға қойып, қасында тақалуға болмайды. Зарядка болғаннан кейін сосын алып пайдалану керек. Енді шнур тығып қойып, біз телефон сөйлесеміз, 5 сағат видео көреміз, неше кино көреміз, жатып ол адам денесінің бәрі түгел облучение болады, электрическое облучение беріп тұрады. Содан адам күнімен басы түсіп шаршап, өліп ұйқынған ба да, 20 ауыр деген бәрі осының себебі. Пока.